Клод мырза, сізді көргеніме қуаныштымын. Өзіңіз көріп жатсыз, біздің Қазақстанға бірінші рет келіп отқан жоқсыз, екінші рет келіп отырсыз. Келудегі басты мақсат осы отандық футболдың дамуына көз жеткізу. Біздің президентіміз де футболды жақсы көреді, көп келеді. Өзіңіз байқаған шығарсыз, және біздің президентіміз Франция елінің президентімен тығыз қарым-қатынаста. Сондай-ақ көріп отырсыз, мына жаққа жүздеген мыңдаған балалар келеді, әрқайсысы әртүрлі. Бұл жерде ұлтқа бөлінбейді, дінге бөлінбейді, барлығын ортақтастыратын футбол. Сол жайлы не айтып өтесіз? First of all, thank you. And it's not the first time I'm coming here. And I see all you people are different. But it's unity. You are the same country, Kazakhstan. And I see one example, your president is very good politician. He makes sure everybody can work together, build this country. I think it's amazing. I see also he give one present.